Армысыздар, текті елінің текті ұрпақтары. Армысыздар, кешке жиналған көпшілік Бүгінгі әдеби кешіміз қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, филология ғылымның тұңғыш докторы, профессор, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Мұхтар Әуезовтың туғанына 125 жылдық мерейтойына арналады. Сағат әңгімелестік. О жақта қанша қазақ бар, қалай өмір сүреді, баспасөз бар ма, мектеп бар ма, әдебиет бар ма, жазушылардан кімді атауға болады басшылардан. Мына Абай романы барды ма жаққа? Барғанда қандай, бізге араб әрпімен басылып Абай дейтін үлкен кітап барған, оны түгел оқығанбыз, бәрін айтып жатырмыз ғой. Соны пышақ үстінен бөліп ап елдің оқығаны, қолдан қолға жетпей қалғаны. Апырай, ол кітап барған екен ғой деп мұқан қопаңдап қалды. Оны сендер түсінесіңдер, өйткені Абай романдарындағы өмір сендерге бір табын жақын ғой. Сендерге ол етене жақын ғой деп мұқан соған разы болып сөйтіп. Қажымас қайрат, үлкен дарын, сарқылмас шабыт, мол парасат, шалқар ой, терең сезім иесі, гуманист жазушы. Әуезов қаламынан 30-дан аса драмалық шығарма туды. Жеке пьесаларын қоссақ елуден асады. Әуезов драматургиясында жанрлық формалардан бәрін қамтыған. Онда трагедияда, комедияда, драмада бар. Қорғансыздық күні 1921 жазушының алғашқы жарық көрген әңгімесі. Мәдениетті Пушкин қандай болса шығыс халықтарының мәдениеті үшін Әуезов сондай деп қырғыз жазушысы Айтматов баға берген екен. Әдебиеттің асқары іспеттес тұлғаның өмірде өзі де дана. Мұхтар Әуезов жомарт табиғаттың жарық дүниеге тым саран сыйлайтын бір тауары. 19-шы ғасырдың асқар белі Абай болса, 20-шы ғасырдың заңғар биігі Мұхтар Әуезов.
жүрегім көк аян. Аяқпайым ақ жүрегім көк аян. әуезовті қазақ халқының алып тұлғасы ретінде сипаттап, өлең жолдарымен өрнек көрген ақындар Мұхтар ағамыз жайында бұлай деп жырлайды. Аман сәлем Мұхтар әуезовке. Дана Мұхтардың ұрпағы дейді, мына жұрт мені жиі атап. Сөзбен сый атақ. Сірді сімерте берер. Тегі тұлдыл тұлпардан туып, тартпасан тарлан тегіме. Шам басып ағыз талтарып, айтадың өзі ұятақ. Рабби баба мұрасын қылып ұстап бұл күнде. Ет ұлы дүние мынау, қосылдым ұлы дүмпіге. Тай көзінен ақ тұлпардан етін, тағымы күшті халқымның. Тартып еңіреп туған, ерді аңғарамауы мүмкін бе? Жатқан абай данамның таудай тылғысын тұрып қып. Тіп еді ол халқыма менің, қарады әлем үніліп. Осындай болар ел ұмытпайын ірілік, осындай болар ел ұлықтайын ұлылық. Абайдың жолы, казақтың жолы, керегі жоқ оған деледің. Қазақы тірлік, шынайы шындық, тарихы сонда бар еді. Балапан арман жайделіп шығып, шырқау шыңына шыңғыстың. Ұлан Мұхтардың қыран киялы, бегінде тұр әлемнің. Қамына Мұхтардай арыстумайды қайта десемді. От болып туып, шоқ болып жанған, жалынды ғұмыр өшер ме? Киелі шыңғыстың топырағынан нәр алып өскен бір ұлмын. Ұлы Мұхтардың желесімін деп, мақтан аламын осы елге. Қызды бөліп тамашалағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.